Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздерге балалар сүйіп жейтін таңғы астардың бірі америкалық панкейктің рецептімен бөлісейін. Алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқамызды салып, үстінен құмшекерімізді салып, екеуін жақсылап көпіргенше араластырамыз. Оның үстіне жылы сүтімізді құйып, тағы да араластырамыз. Сұйық майымызды құйып араластырамыз. Шым-шым тұзымызды саламыз және разрыхлителімізді саламыз. Барлығын жақсылап араластырып, үстінен електен ұн өткіземіз. Біркелкі масса болғанша жақсылап араластырамыз. Достар, панкейктің жақсы шығуын қаласаңыздар, менің описанияға жазып қойған рецептімен жасаңыздар. Мөлшерінің барлығын тура қойып, сонда әдемі болып шығады. Видеода көріп тұрғандарымыздай табамызды отқа қоямыз. Астын өте қатты қоймау керек. Орташа отта осылай бетіне көпіршіктер шыққан кезде келесі бетін аударып пісіреміз. Осындай томпақ, нәзік, дәмді болып шығады. Және достар, бұйырса жақсы керемет рецепттерімді жіберіп алмас үшін менің каналыма подписаться етіп, және қасындағы қоңыраушаны басып қойыңыздар. Дәмді болып шығатын таңғы астардың бірі, жасауларыңызға кеңес беремін. Барлығыңызға ас болсын. Сіздермен болған сандуғаш.